Қайырлы оқушылар, сіздер, мен Еламан Шаханов Тілек мектебінің химия пәні мұғалімі боламын. Бүгінгі біздің сіздермен өтетін тақырып химиялық реакция типтері. Сабақтың мақсаты бастапқы және түзілген заттардың саны мен құрамы бойынша химиялық реакцияларды жіктеу. Слайд. Келесі. Реакция типтерін өтпес бұрын сіздерге оқушылар сұрақ. Жай заттар мен күрделі заттар дегеніміз қандай заттар? Жай заттарымыз қандай затты жатқызамыз? Кім жауап береді? Жай заттар деп қандай заттарды айтамыз? Айтады? Атын айтып тұр ғой, жай заттар дейді, иә? Яғни жай зат дегеніміз бір заттан ғана тұрады, иә? Жай зат. Ал күрделі зат дегеніміз қандай заттарды біз күрделі деп айтамыз? Күрделі заттар. Қандай заттар? Екі не одан көп заттардан тұратын теңдерді біз күрделі заттар деп айтамыз, иә? Келісесіздер ме? Естіліп тұр ма дауысым? Ары қарай бүгінгі тақырыпқа оралатын болсақ, химиялық реакция типтері. Химиялық реакция типтері оқушылар жазамыз. Химиялық төрт түрге жіктеледі. Менімен бірге жазып отырамыз. Біріншісі реакциясы, қосылу реакциясы. Екіншісі айырылу реакциясы. Айырылу реакциясы. Үшіншісі орын басу реакциясы. Орын басу. Төртіншісі алмасу реакциясы. Химиялық реакция типтерінің төрт түрі бар. Қосылу, айырылу, орын басу және алмасу. Қазір сіздер осы төрт реакция типін жеке-жеке қарастыратын боламыз. Қай жазып? Қосылу, айырылу, орын басу. Келесі. Енді ең бірінші реакция жаңа қосылу реакциясы деп айтты, иә? Қараңыздар. Қосылу реакциясы екі зат бір-бірімен қосылады. Осы бізде қосылу реакциясы. Яғни, қараңыздар, екі жай қосылады да бізге қосылу реакциясын береді. Жалпы формуланы сіздерге жазған жоқпын, жай ғана Б затты аламыз, А Б затын. Осылай жазсаңыздар болады, түсінікті болу үшін. Бұл қосылу реакциясы. Ары қарай айырылу реакциясы тура осылай. Қараңыздар, А және Б заты екі затқа айырылады, иә? Керісінше қосылу мен айырылу реакциясы бір-біріне ұқсас. Қосылу реакциясы екі заттан, екі жай заттан бір күрделі зат пайда болса, айырылу реакциясы бір күрделі заттан екі жай затқа тарайды. Осыны біз сіздермен айырылу реакциясы деп атаймыз. Жазып алыңыздар. Ары қарай орын басу реакциясына келетін болсақ, орын басу реакциясының ерекшелігі реакцияға бір күрделі, бір жай зат қатысады. Не істейді? Мынау жай зат барады да, күрделі заттарды реагенттерінің біреуінің орнын басады. Өзі аты айтып тұр ғой, орын басу деп, иә? Сол кезде, мысалы, А Б затына С қосса, С барады да, А затына қосылады, Б заты жеке бөлініп шығады. Ерекшелігі бір жай зат және бір күрделі зат реакцияға түседі. Қазір жатып па, үлгеріп жатып па? Ары қарай келесі реакция бізде алмасу реакциясы. Алмасу реакциясының ерекшелігі, алмасу реакциясына екі күрделі зат реакцияға түседі. Екі күрделі зат. Яғни күрделі зат дегеніміз жаңа ғана айттық. Күрделі заттар екі не одан көп заттардан тұрады, иә? Міне екі күрделі зат бір-бірімен реакцияға түседі да, құрамындағы заттар бір-бірімен орын алмасады. А заты барады қасына С затын қосады, Б заты
D затына қосылады. Сонда бізде А С заты және Б Д заты пайда болады. Екі жаңа зат пайда болады. Осы реакцияны біз алмасу реакциясы деп атаймыз. Қосылу реакциясына мысал келтіретін болсақ, қараңыздар. Қарапайым судың формуласын алайық. H2 қосу O2. Жай заттар. Екі жай зат қосылды да бізге ненің формуласын береді? Судың формуласын береді. H2O. Екі жай зат. Теңестіреміз, реакцияны санаймыз. Реакцияға дейін бізде сутек молекуласы нешеу тұр? Екеу тұр. Реакцияға дейін екеу тұр. Реакцияға дейінгі оттегінің саны бізде нешеу? Неше молекула оттегі өттірсі? Оттегі O2 дейді. Яғни екеу. Реакциядан кейін оның саны біреу. Теңестіреміз реакциямызды. Не істейміз? Екі жақ бірдей болу үшін реакцияға дейін екеу, реакцияға дейін біреу. Реакциядан кейін формуланың алдына коэффициент қоямыз, иә? Коэффициент ол барлық формулаға әсер етеді. Осы екі коэффициенттің арқасында біздің оттегіміз теңесті. Екі оттегі реакцияға дейін, екі оттегі реакциядан кейін. Енді осы коэффициенттің арқасында бізде сутек саны көбейіп кетті, иә? Қарап отырсаңыздар. Сутек саны бізде екі жерде екі, 4 болды. Ал реакцияға дейін сутек саны бізде екеу ғана болып тұр. Теңестіру үшін реакцияға дейінгі сутегінің алдына коэффициент 2 қоямыз. Жазып алыңыздар. Яғни жай заттардан бір күрделі зат пайда болатын процесті біз қосылу реакциясы деп атаймыз. Сосын жазамыз. Қосылу реакциясы деп екі немесе бірнеше жай заттан бір күрделі заттың түзілуін айтамыз. Осыны қосылу реакциясы деп атаймыз. Жазып алыңыздар. Қосылу реакциясы екі не бірнеше жай заттан бір күрделі заттың түзілуі. Екі не бірнеше жай заттан бір күрделі заттың түзілуі қосылу реакциясы деп аталады. Қарапайым судың формуласын сіздерге түсіндірдім. Келесі екі жай затымыз біздің темір және күкірт. Темірге күкіртті қосамыз, феррум С аламыз. Яғни екі жай зат бір күрделі затты бізге беріп тұр. Келесі мысалымыз оттегінің қосындысынан алды. Екі жай зат қосылды бір күрделі затқа айналды. Түсінікті ме қосылу реакциясы? Айырылу реакциясына көшеміз. Керісінше, келесі бет. Қараңыздар, айырылу реакциясы дегеніміз, жаңа біз сіздермен судың мысалын жазып қойып. Осы суымыз, дәл осы күрделі затымыз біздің ыдырайды. Яғни екі жай затқа ыдырау процесін біз айырылу реакциясы деп атаймыз. Айырылу реакциясы сонда балдар күрделі заттың бірнеше жай затқа ыдырауы. Жазып аламыз. Жазып алдым. Келесі мысал кальций СО3 пен мысалын келтіреміз сіздерге. Кальций карбонаты, иә? Кальций карбонаты біздің кальций оксиді мен СО2 газына ыдырайды. Яғни бір күрделі зат екі жай затқа ыдырайды, иә? Кальций оксидіне және СО2 газына. Бұл да бізде айырылу реакциясы болып табылады. Келесі реакция. Үшінші түріне көшеміз. Үшінші түрі біздің орынбасу реакциясы. Жаңа ғана сіздерге айттым, орынбасу реакциясының бізде ерекшелігі реакцияға бір жай зат және реакцияға бір күрделі зат қатысады. Сонда бастапқы реакцияда барлығы үш зат реакцияға түседі. Мысал ретінде міне мырыш қосу тұз қышқылын алып тұр. Пайда болады мырыш хлориді мен сутегі газ, стрелка үстіге көрсетеміз, яғни ол ұшатын бізде газ. Сондықтан көрсетеміз. Енді осы орынбасу реакциясына сіздерге мысал ретінде мен мынандай мысал беремін. Магний, металл, қосу, тұз қышқылын алайық, дәл осылай.
не пайда болады? Магний барады да ненің орнын басады? Кім айтады? Магнийдің қасына не жалғанады? Кім айтады? Магний қасына не жалғайды? Магний хлорид. Магний хлориді қосылған сутегі пайда болады. Реакциямызды теңестіреміз, санаймыз. Реакцияға дейін бізде сутегі біреу тұр, реакцияға кейін сутегі екеу тұр. Олардың санын теңестіру үшін коэффициент қоямыз. Реакцияға дейін 2. Одан кейін магнийіміз біздің 2 валентті, хлорымыз біздің 1 валентті. Келісесіздер ме? Сонда олардың валенттілігін бір-біріне қарама-қайшы қойсақ, формуламыз магний хлор 2 өзгереді. Реакцияға дейін хлор саны 2 болып тұр, реакцияға кейін хлор саны 2. Реакцияға дейін магнийіміз біздің 1 молекула, реакцияға кейін 1 молекула. Сандары теңесіп тұр, сутегі бізде газ, стрелка үстіге ұшқыш зат екенін көрсетеміз. Бұл бізде газ. Осы мысал сіздерге. Сонда орынбасу реакциясы дегеніміз жалпы жай зат пен бір күрделі заттың арасындағы атомдардың орнын ауыстыру арқылы жүретін реакция. Осы реакцияны біз сіздермен орынбасу реакциясы деп атаймыз. Ерекшелігі реакцияға бір жай зат, бір күрделі зат қатысады. Сұрақ бар ма осы орынбасу реакциясына? Түсінікті ма? Иә. Келесі төртінші түріне алсамыз, төртінші түрі бізде алмасу реакциясы. Алмасу реакциясы деп өзі ат айтып тұрғандай, заттар бір-бірімен орын алмасады. Қараңыздар, бірінші мысал сіздерге кальций оксиді және тұз қышқылы беріліп тұр. Не істейді? Екі күрделі заттың ішіндегі заттар бір-бірімен орын ауыстырады. Кальций барады да хлорды қосып алады қасына, міне кальций хлориді және H пен O бізге не береді? Сутегі, оттегі екеуі бізге судың формуласын береді. Коэффициент қойып теңестіреміз және екінші формула, екінші мысал ретінде сіздерге мен барий хлоридін және күкірт қышқылын беремін. H2SO4. Қараңыздар, екі күрделі зат, хлорид пен сульфат бір-біріне қосылып бізге орын ауыстырады. Яғни барий барады да бірінші заттың орнына тұрады. Мына жерде сонда пайда болады бізде барий сульфаты. Екінші зат барады да бірінші заттың қасына қосылады. Сонда пайда болады тұз қышқылы. Енді реакциямызды теңестірейік. Қараймыз, реакцияға дейін барийдің саны бізде нешеу тұр? Неше молекула барий тұр мына кезде? Неше көріп тұрсыздар? Неше молекула барий? Барий біреу. Реакциядан кейін барий біреу тұр. Сандары олардың бірдей тең. Реакцияға дейінгі хлордың санын қараңыздаршы, неше хлор тұр? Хлор саны неше тұр реакцияға дейін? Екеу. Теңестіру үшін коэффициент неше қоямыз? Реакцияның алдына? Екі қоямыз. Міне осы мысал сіздерге алмасу реакциясы мысалы болып табылады. Енді жалпы алмасу реакциясы не екенін жазайын. Алмасу реакциясы деп екі күрделі заттың арасында жүретін атомдарының алмасу арқылы жүретін реакциясын біз алмасу реакциясы деп айтамыз. Алмасу реакциясы реакцияға екі күрделі зат түседі да бір-бірімен орын ауыстырады, яғни орындарын алмастырады. Осы реакцияны алмасу реакциясы деп атаймыз. Енді қараңыздар, жаңа сіздерге көрсеткен алмасу және орынбасу реакциясына мен сіздерге тәжірибе көрсетемін қазір. Бірінші тәжірибеміз біздің орынбасу реакциясына. Қараңыздар, жаңа орынбасу реакциясына сіздерге магний мен тұз қышқылының формуласын берген болатын, иә? Магний қосу тұз қышқылы. Қазір бірінші магний, металдық магний аламыз. Міне магний. Көріп отырсыздар ғой, иә?
Biz qo'shamiz hozir tuz qishqulin. Mana ashqulin qaranglar, suyuqlar tuz qishqulin qo'shamiz. Reaksiyasini jasadish uchun mana toza tabiiy qog'oz birinchi magniyni solamiz. Tabiiylar magniyni solib ko'rib turman. O zaman Ya ko'rinib ko'rinib tur. Suyuqlar tuz qishqulin qo'shamiz, reaksiyani baqlaymiz. Qanday reaksiya chiqdi? Ko'rib turibsizlarmi? Gaz yumshatib, o'zgardi. oq tusga sariq tusga austirildi, ya. Ya'ni bu O'zgarish. qo'shildi. Paydo bo'ldi bizga. Qo'shildi. Reaksiya chiqdi. Qo'shil reaksiyasi paydo bo'ldi. Magniy bilan bormaydi ishga. Endi hozir magniyni qaranglar, yetib ketdimi? Yetib ketdi, ya. Bu sarığa boyaldı. Yerida. Bizning burun bosuv reaksiyasi mana ko'rasiz bo'ldi. Bizning bu burun bosuv reaksiyasi. Magniylar qo'shildi, tuz qishquli paydo bo'ldi, magniy xloridi. Al janobi shu qizatgan gaz qanday gazni Yerip gitti. Qani gazni atlaytingizlar mana. Magniy Magniy qo'shilgan ash yeka. Aha. Paydo magniy xloridi және ushqan bizning gazimiz ол sutega gazi chiqib ketdi, ya, mana gaz ретінде ko'rdingizlar ғой bu yerda. Bu bizning o'rin bosuv reaksiyasining misoli. Har qaray sizga almashuv reaksiyasini misolini ko'rsataman. Almashuv reaksiyasida janob stepen eng birinchi yozgan formula qanday bo'ldi? Qarangizlar, bariy xloridi qo'shilgan ne oldik? Bariy xlor H2SO4 ning misolini ko'rsatdim almashuv reaksiyasidan. Ya? Bormi dakchilaringizga? O'sha reaksiyani sizga bariy xloridi qarang. Suyuqilgan turi bariy xloridi. O'shidan qo'shamiz hozir ko'kir qishqulin H2SO4 ni. Majizda ko'rinib turibmi, ya? Sizlarga. Mana H2SO4 ni qo'shamiz. Hozir reaksiyasini birga qilamiz. Bariy xloridini Yine bariy xloridi. Bir kuşlarga tusi oqshuv qo'shamiz. Ko'kir qishqulin. Qaysi Jana birinchi o'rin bosuv bo'ldimi? Qaraysiz. Mana bizga Ko'rsatdi ko'kir qishqulin qo'shilgandan keyin qanday tusga o'stirildi? Oq tumbog'i. Ak tusga. Biz qanday deb aytamiz? Almashuv reaksiyasi. Qanday? Almashuv reaksiyasi. Oq tusga almashuv reaksiyasi. Екі bir tumbog'i chiqardik, ya. Мысалы, жақсы. Ары қарай оқушылар тапсырма орындаysыздар. Оқулықтың 32-ші бетін ашыңыздар. Кітаптарыңыздың 32-ші бетін ашыңыздар. 32-ші бетте бірінші тапсырма тұр. Б бірінші тапсырма. Берілген реакциялар типтерін анықтаңдар.
Бірінші типі, мынаны мектебі, бірінші типін оқыңызшы формуланы. Бұл бірінші тапсырма, бірінші теңдеуді оқыңыз. екі кальций плюс қосылған О2 тең кальций екі кальций оксиді. Осы реакцияның типі қандай? Арслан, реакцияның типі қандай? Қосылу реакциясы екі жай заттан бір күрделі реакция пайда болды. Ол қосылу реакциясы. Келесі мысал, екі калий хлор О3 қандай заттарға ыдырады? Қайталау керек. Екі калий хлориді мен яғни бір күрделі бірнеше жай заттарға ыдырады, иә? Дұрыс айтасыздар. Үшінші реакцияның типі алюминий қосылған феррум О3. Бір жай зат, бір күрделі зат реакцияға түсіп тұр. Демек, бұл қандай реакция типі? Орын басу. Өте жақсы. Және соңғы мысал, H хлор қосылған натрий 2S. Екі күрделі зат реакцияға түсіп тұр. Бұл қандай реакцияның типі? Алмасу. Өте жақсы. Келесі тапсырма. Камерамызды қосамыз. Екінші тапсырма ма? Келесі тапсырма. Бірінші тапсырманы орындаймыз. С1. С1-де бізде белгілі реакциялар берілген, бірақ реакциялардың соңына дейін аяқталмаған. Қазір сіздер реакцияларды жазып, маған не пайда болатынын және реакцияның типін айтасыздар. Камераны қосыңыздар. Бірінші реакцияны тілмен оқи қойшы, 35-ші мектеп. Бірінші реакцияны оқи қой. Алюминий 2H қосылған алюминий 2S3. Қосу. Қосу, H, хлор, тұз қышқылы. Осы жерде қандай заттар пайда болады? Реакцияны соңына дейін аяқтайыншы. Осы реакцияны бірге аяқтайық. Қараңыздар. Алюминий 2S3 қосылған H хлор дейді, иә? Міне екі күрделі зат реакцияға түсіп тұр. Не істейді олар? Бір-бірімен орын ауыстырады, иә? Алюминийдің қасына не қосылады? Кім айтады? Алюминий қасына не? Алюминий хлориді. Алюминий хлор 3 қосылған H2S болады. Бұл реакцияның типі қандай? Кім айтады? Реакция типі? Алмасу, дұрыс айтасыңдар. Енді реакциямызды теңестірейік. Қараймыз. Реакцияға дейін алюминийдің саны бізде неше тұр? 2. Реакциядан кейін алюминийдің саны бізде 1 тұр. Теңестіру үшін коэффициент неше қоямыз? Коэффициент 2 қоямыз, иә? Сонда реакциямыз теңеседі. Енді реакцияға дейінгі хлордың саны айтылсақ неше тұр? Хлор неше тұр мына жерде? Хлор 1 тұр. Ал реакциядан кейін хлордың саны айтылсақ, мына
Бірге санаңыздар. Міне, неше хлор тұр? 2 жерде 3-ім. Неше? 2-ні 3-ке көбейтеміз. 6. 6. Саны теңестіру үшін, иә, дұрыс. Енді осы коэффициенттің арқасында қараймыз. Сутегі реакцияға дейін неше болды? Мына жерде неше сутек тұр? Неше көріп? 6. Ал реакциядан кейін сутек саны бізде неше тұр? 2. Реакциядан кейін саны 3. қоямыз, дұрыс айтасыңдар. Міне, коэффициент 3 қойдық, сонда оның саны теңестіреміз. Күкіртіміз реакцияға дейін 3 молекула, реакциядан кейін мына коэффициенттің арқасында 3 молекула. Теңесті ма саны? Теңесті. Реакцияның типі бізде қандай болды? Қай тип? Реакция типін айтыңыздар. Алмасу реакциясы. Келесі теңдеу. Алмасу реакциясы. Келесі сіздерге беріліп тұр. Азот қосылған O2. 2 жай заттан не аламыз біз? Қандай зат аламыз? Бір күрделі зат аламыз. Қандай зат болады? Кім айтады формуласын? N2 қосу O2. NO. 2 NO. Дұрыс, өте жақсы. 2 NO. Реакцияның типі қандай бұл жерде? Алмасу реакциясы. Қосылу реакциясы. Қосылу реакциясы. Ары қарай енді қалған 3 формуламызды аяқтап тастайық. Келесі формула бізде NH3 ыдырайды дейді. Қандай заттарға ыдырайды NH3? NH3-тен не ала аламыз біз? Айтыңыздаршы. Сутегі және азот ала аламыз, иә? Бір күрделі зат 2 жай затқа ыдырады. Реакцияның типі қандай болады сонда? Қандай? Алмасу реакциясы. Айырылу реакциясы. Айырылу реакциясы. Айырылу реакциясы. Неге айырылу? Өйткені бір күрделі зат бірнеше жай затқа ыдырап тұр. Енді реакциямызды теңестіреміз. Реакциямызды теңестіру үшін коэффициент 2 қоямыз. Сонда реакцияға дейінгі азот саны бізде 2, реакцияға дейінгі азот саны 2. Реакцияға дейінгі сутек саны 2 жерде 3-ім 6, реакциядан кейін 2 болып тұр. Коэффициент 3 қоямыз. Сонда біздің реакциямыз теңеседі. Сутегі бізде газ, газның белгісі қойып қойсаңыздар болады үстіге. Енді 4-ші реакциямызды жаза кетейік. П фосфор қосылған хлор дейді. Хлор 2. Қандай зат аламыз? П хлор 5 аламыз, иә? П хлор 5. П хлор 5 аламыз. Енді реакциямызды теңестірейік. П хлор 5-ті теңестіру үшін коэффициент қоямыз. 2 жерде 5-ім 10, 10-ды 2-ке бөлсек 5. Хлордың алдына коэффициент 5 қоямыз. Фосфор реакцияға дейін 1, реакциядан кейін 2. Теңесу үшін коэффициент 2 қоямыз. Бұның реакция типі қандай болады? 2 жай заттан күрделі зат пайда болды. Қосылу реакциясы. Тамаша. Қосылу. Үшінші тапсырмасын бастайық. Бастапқы екеуі бұндай. С тобы үшінші тапсырма. Бұл кезде сіздерге беріліп тұр. 2 бастапқы зат белгісіз, бірақ реакция нәтижесінде түзілген зат бізде белгілі болыпты, иә? Осының бастапқы реакциядағы заттарды табайық. Жазып қойыңыз.
Біріншісін жаза қойыңдар. Біріншісі бізге айтады, реакция сонында қайда болды бізде натрий хлориді дейді, және сутегі дейді. Ал бастапқы екі затымыз біздің белгісіз. Ол жерде не барын біз білмейміз. Қалай ойлайсыздар? Мына заттардың бастапқы қосылған заты қандай болды? Натрий, хлор және сутегі бар. Бастапқы зат не болды сонда? Кім айтады? Сутегі нені жақсы көреді мына реакцияның ішінде? Натрий бірінші тұрады. Натрий, натрийді жазамыз. Және екінші зат, екінші күрделі зат, ол қандай? Қандай? H-хлор, иә? Дұрыс, H-хлор. Енді реакциямызды теңестірейік. Қараңыздар, реакцияға дейінгі сутек саны бізде 1, реакциядан кейін сутек саны 2. Бастапқы реакциямыздың алдына барамызда коэффициент 2 қоямыз. Сонда реакциямыз теңесті, бірақ осы коэффициент 2-нің арқасында бізде хлордың саны 2 болып кетті. Реакциядан кейінгі хлордың алдына да біз барамызда 2 қоямыз, және де мынау коэффициенттің арқасында натрийліміздің саны көбейіп кетті, иә? Реакциядан кейінгі натрий 2 болып тұр, реакцияға дейінгі натрий 1. Демек, коэффициент 2 қоямыз. Енді осы реакцияның типі қандай болады? Бір күрделі және бір жай зат реакцияға түсті. Реакция типі қандай? Кім айтады? Қандай реакция типі? Орын. Тағы да бір формуланы жазайық. Орын басу. Орын басу дұрыс. Келесі формула бізге беріліп тұр. Купрум хлориді және су алған. Реакцияның барысында купрум хлориді мен су алған. Бастапқы екі затымыз біздің белгісіз. Білмейміз, қандай заттар реакцияға түскенін. Мына формулаға қарап біз айта аламыз ба, қандай заттар реакцияға түскенін? Купрум нені жақсы көреді мына формуланың ішінде? Мыс оксиді. Купрум гидроксиді, яғни купрум OH. Купрум OH 2 есен аламыз. Және купрум мен мені OH-ымыз кетті, сонда хлор бізде нені жақсы көреді? Сутекті жақсы көреді. Сонда H хлорымыз аламыз. Келсесіздер ме? Ары қарай енді реакциямызды теңестірейік. Иә. Купрум реакцияға дейін саны 1, реакцияға кейін 1. Оттегі реакцияға дейін 2, реакцияға кейін 1. Демек, мына формуланың алдына біз коэффициент 2 қоямыз. Ары қарай, енді осы коэффициенттің арқасында бізде 2 сутек саны неше болды? 4 болды сутек саны. Реакцияға дейінгі сутектің 2 мына жерде тұр, мына формуланың алдына біз 2 қоямыз. Сонда реакциямыз теңеседі, иә? Енді 2 күрделі зат реакцияға түсті да, 2 күрделі зат пайда болды. Химиялық реакцияның типі қандай? Алмасу реакциясы. Алмасу. Немесе орын басу. Алмасу. Орын басу. Бір күрделі, бір жай зат қана түседі. Орын басу реакциясы сол кезде орын басу болады. Ал алмасу реакциясы түседі. Түсінікті ма? Түсінікті. Енді бүгін сабақта өткенімізді сіздермен пысықтайық. Артқа қайтайық, иә? Бүгінгі тақырып біздің химиялық реакция типтері болды. Химиялық реакцияның қандай типтері бар екен? Біріншісі Алмасу, қосылу, айырылу. Алмасу, қосылу, айырылу, орын басу. Орын басу. Қосылу. Кім айтады? Алмасу, орын басу, қосылу, айырылу. Алмасу реакциясы дегеніміз не?
Алмасу реакциясы дегенimiz İlk алмасу güzel. реакциясы дегенimiz екі күрделі заттың сан бөліктері орын алмастырады. Тамаша. Орын басу реакциясы қандай реакция? Жай зат пен күрделі зат арасында Орын басу яғни жай және күрделі зат арасында жүреді. реакцияны алмасу реакциясы дейміз. Қосылу реакциясында Қосылу реакциясы дегенimiz İki güzel. екі жай заттың жай немесе күрделі заттың бір күрделі зат жүреді. және айырылу реакциясы дегеніміз қандай реакция? Дегенimiz бір заттың екі немесе одан да көп заттар жүреді бір затта. Дауысыңыз қойған ол. Бірнеше жай заттар түзілетін айырылу реакциясы деп атаймыз, иә? Бүгінгі сабақ бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Кімде қандай сұрақ бар? Қай жері түсініксіз? Жоқ. Егер С тобының екінші тапсырмасын өздеріңіз орындайсыздар. Келесі сабаққа қосылған кезде осы үй тапсырмасын сіздерден сұраймын. С тобы екіні өз беттеріңізбен орындап. Сұрақ бар ма? Жоқ. Слайдымызды бір пысықтап өтейік. Сонда сонда балалар қараңыздар. Осы реакция типтеріне Міне, сонда біздің айырылу реакциясы қараңыздар. Айырылу реакциясы деген мына кезде орын алып кеткен. Айырылу реакциясы бір күрделі заттар екі жай затқа ыдырайды. Осы айырылу реакциясы. А қосу Б. Ол бізге беретін А заты. Осы сіздерде айырылу реакциясы. Қосылу реакциясы керісінше екі жай зат А заты мен Б заты болсақ та бізге бір күрделі ал орын басу реакциясына бір жай зат және бір күрделі зат түседі реакцияға. Сонда бізде осы орын басу реакциясында бір күрделі және бір жай зат, алмасу реакциясында екі күрделі зат пайда болады. Түсінікті ғой? Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Түсінікті. Жақсы, сау болыңыздар.